Белсенділер Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдында ЛГБТ туын көтерді. Әлеуметтік желі қолданушыларын Түркістан кесенесінің жанындағы ерекше видео құттықтау ашуландырды. Видеоролик кейіпкерлері ЛГБТ қауымдастығының туын қолдарында ұстап, қазақстандықтарды келе жатқан гомофобия, трансофобия және лесбофобиямен күресі күні мерекесімен құттықтаған. Видеоның Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің дәл алдында жазылғаны қазақстандықтардың наразылығын тудырды. Олар бұл жердің қасиетті орын екенін, әлемнің түкпір-түкпірінен қажылар келетінін айтты, бірақ әйелдердің өздері бұл жерді символикалық деп санайды. Барлықтарыңызды құттықтаймыз, біз сіздермен биыл Алматыда және Түркістанда бірге тойлаймыз, сондай-ақ күлгін киіз үй шарасын сәтті өткіздік. Қасиетті жерге келіп, өз құқығымызды қорғап тұрмыз. Адам құқықтары қорғалған жерде қасиетті жер бар деп атап өтті ролик адамдары. Айта кету керек, видеожазбадағы әйелдер белгілі құқық қорғаушылар және феминита қозғалысының негізін қалаушылар Жанар Секербаева мен Гүлзада Сержан. Олар ЛГБТ өкілдерінің құқықтарын белсенді түрде қолдайды. 2021 жылдың мамыр айында ЛГБТ қауымдастығының өкілдерімен ұйымдастырылған кездесуден кейін Жанар Секербаева мен Гүлзада Сержанға шабуыл жасалған болатын. Кейін екеуін де полиция ұстады.